Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін ағылшын Smiles People's Book оқулығынан 101-ші беттегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Келесі шығатын сабақтардан қалмас үшін мен арнама тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Journey into space. Ғарышқа саяхат. Яғни бүгінгі тақырыбымыз ғарыш туралы. Exercise number 1. Look at the picture. You like to travel into space. Why? Why not? Do you know any planets bigger than Earth? Яғни суретке қара дейді. Бағана бірінші беттегі суретке қараймыз. Сен ғарышқа саяхаттағың келе ма? Неге? Неге саяхаттағың келмейді дейді. Жерден үлкенірек планеталарды білесің бе дейді. I would like to travel into space to visit other planets. Jupiter, Saturn, Uran and Neptune are bigger than Earth. Мен ғарышқа саяхаттағым келеді. Юпитер, Сатурн, Уран және Нептун жерден үлкенірек. Exercise number 2. Can you find this in the picture on page 100? Match. Then listen and check. Яғни 100-ші беттегі суретке қараймыз. Содан кейін мынау сөздерге сәйкестендіреміз. Сосын тексереміз. Біріншісі A. Space Station. Ғарыш станциясы. Екіншісі E. Телескоп. Үшіншісі Space Suite. H суретінде. Скафандр. Төртіншісі Rocket. F суретінде. Зымыран. Бесіншісі Alien. D суретінде. Бөтен деген сөзді білдіреді. Алтыншысы B суретінде планета. Жетіншісі астронавт. G суретінде астронавт. Сегізіншісі spaceship. E суретінде ғарыш кемесі. Тоғызыншысы comet. Комета деген сөзді білдіреді. Exercise number 3. Read and write. Оқы және жаз дейді. Яғни бұл жерде түсіп қалған әріптерді жазамыз. Бірінші. It is a piece of rock that looks like a bright star with a tail. Comet. Яғни құйрығы бар жарқын жұлдызға ұқсайтын жартастың бір бөлігі. Ол комета. Екіншісі. We have to use this when you travel in space. Spaceship. Мұны ғарышта саяхаттау кезінде пайдаланады. Яғни ғарыш кемесі. Үшіншісі. Astronauts must wear this in space. Space suite. Ғарышкерлер мұны ғарышта киеді. Яғни space suite дегеніміз скафандр. Төртіншісі. You can use this to look at stars and planets. Телескоп. Сен бұлмен жұлдыздар мен ғарышты планеталарды көре аласың. Телескоп. Бесіншісі. It is a place where people live and walk in space. Space station. Exercise number 4. Look and read. Write yes or no. Тыңда және оқы дейді. Я немесе жоқ деп жауап бер дейді. There is a comet. Бұл комета ма дейді. Я дейді. Екіншісі. The aliens are flying the rocket. Яғни өзге ғаламшарлықтар зымыранмен ұшады ма дейді. Жоқ. Үшіншісі. The aliens are wearing space suits. Өзге ғаламшарлықтар скафандр кие ма дейді. Жоқ. The aliens can see a rocket through the telescope. Өзге ғаламшарлықтар зымыранға телескоп арқылы қарап тұр ма дейді. Я деп жауап береміз. Бесіншісі. The astronaut is in the rocket. Астронавт яғни ғарышкер зымыранда дейді. No деп жауап береміз. Өйткені ғарышкер зымыран ішінде емес, зымыранның сыртында. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар.